Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары? Бүгін біз қазақ тілінен онлайн сабағын өткіземіз. Бүгінгі күн сендерге сәттілік тілеймін. Барлықтарыңа көңіл күйлерің жақсы болсын. Сабаққа жақсы қатысуларыңды тілеймін. Бүгін сендермен сабақтың тақырыбы етістіктің шақтары. Сабақтың мақсаты дерек көзде кездескен жаңа сөздердің мағынасын мәтін бойынша анықтау. Тірек сөздерді қолданып, белгілі бір стильде мәтін, мақала, мінездеме жазу. Етістіктің шақтары. Етістіктің шағы дегеніміз не? Сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту кезеңін білдіру етістіктің шағы деп аталады. Етістіктің шағы 3-ке бөлінеді. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Енді жекеше тоқталатын болсақ, осы шақ дегеніміз іс-әрекеттің қазір болып жатқанын білдіреді. Мысалы, көріп отыр, өсіп тұр. Өткен шаққа оралатын болсақ, іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді. Мысалы, оқыды, келіпті, айтқан. Келер шаққа тоқталатын болсақ, іс-әрекеттің алдыңғы уақытта болатынын білдіреді. Мысалы, не істеймін, не істейсің деген сұрақтарға жауап береді. Бүгін сендерге үйге берілетін тапсырма мақала жазу. Қазақ ғарышкері туралы мақала жазасыңдар. Тірек сөздерді пайдаланып.